Allahu akbar, Allahu akbar. Тозақтықтарда нақты күллісі қалып, жәннаттықтарға да кіретіндер кірген кезде бір оқиғаны Аллах Тағаланың даналығы қалаған. Сүммә бақия рожулу, сөйтіп ең соңғы бір адам қалады дейді. Қарастыр, бәйнәл жәннәти вән нари, жәннат пен тозақтың арасында, мұқбилен бивашхихи алән нар, жүзі тозаққа қарай қараған дейді, қозғаламай жатыр. Сонда жаңағы сол күйде болады дейді ол. Сосын айтады дейді, вәлә язәлі дуятығуллаха, Алла Тағалаға бір дұғаны жасап атыр. Қандай дұға деген кезде, Робби срайф вачхи анин нари, Раббым, жүзімді тозақтан аулақ қылшы, жалыны жағып баратыр Раббым деп атады екенді. Сонымен жаңағы сөйтіп жатқан кезде көп ұзақ уақыт дұға жасайды дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сосын бір кезде Раббысына сөйлейді дейді, лағаллака ин ағтуйтука ма тәсәлуху тәсәлуни ғойраху. Ана жүректі жібітіп үміт ашады екен, атап айтады екен, егер сенің осы сұрағаныңды қазір берсем, ана жүзімді оттан алыстатшы деді ғой, осы сұрағаныңды берсем, бұдан басқасын тағы сұрайтын шығарсың дейді. Сонда айтады екен, ла, жоқ, я Робби, Раббым, жоқ, ва ғиззати, ұлылығыңмен ант етейін сенің, тек осыны істесең маған Раббым дейді. Сөйтіп Алла Тағала сол жерде фа-юътиллаха минал ухуди вал мисақи машаалла, Алла Тағала қалағандай серттер мен уәделерді жібереді дейді ана кісі. Содан еш сұрамайым деп, сөйтіп жақсы деп Алла Тағала ясрифу вачхаху анин нари, сөйтіп Алла Тағала оның дидарын оттан қарай бұрып алып кетеді дейді. Қарас, бұлай қарай. Сөйтіп жүзін мына жаққа қарай қаратып тастайды енді. Тозақ артта қалды. Амандықтың иісі көрініп жатыр да, өстіп жорғалап, өстіп келатқан кезі дейді. Яқбу. Сонда артына қарайды екен, бүйтіп тозаққа қарай. Сума елтафиту. Сосын айтады екен, алхамдулилля аллази наджани минки. Барлық мақтау Аллаға ғана тән, мені сенен құтқарған деп. Мен қандай бақытты едім, ешкімге, бұрынғыларға да, соңғыларға да берілмеген нәрсе берілді ғой маған деп. Адам тек анандай қиындықтан кейін өзінен басқа бақытты нәрсе көре алмайды екен ол жерде да. Біреулер жәннаттың ішінде есепсіз кіріп кетсе де. Сөйтіп тұрған кезде Алла Тағала сынайды. Жәннатқа кіргізуін қалап тұр ғой енді Алла Тағала. Алла Тағала бір істі бастаса, оны орындамай қоймайды. Сөйтіп бастады Алла Тағала. Бірақ адам баласының табиғаты, ол табиғатты Алла Тағала жек көрмейді, егер ол Алланың айтқанымен жүріп, кешірім сұрап жүрген болса. Бірақ жалпы адамның бойына берілген бір табиғат бар. Ол қандай деген кезде хадис өзі ашады қазір. Сөйтіп турфау лаху шажара дейді. Алла Тағала ол жерден бір ағашты шығарады дейді бүйтіп. Өте бір әдемі ағаш. Мынау тозақ артта қалды ғой енді. Соны пайғамбарымыз сондай мағынада айтып отыр. Ағашты көрген кезде Робби аднини минха дейді екен. Раббым, мына ағашқа жақындатшы. Астазиллу бизиллиха, мынаның көлеңкесінде көлеңкелейінші. Ва ашрабу мин маиха, суынан ішейінші Раббым деп тұрған кезде Алла Тағала айтады екен, я ибн Адам, ей адам баласы, әлем туахидни, әллә тәсәләни ғайраху, сен маған серт беріп едің ғой, енді еш нәрсе сұрамайым деп. Я Робби, хазихи, Раббым, тек осы сұрайтыным. Аднини минха деп айтады екен. Ал Раббысы мен құлдың арасындағы мәміле болып отыр да. Қараңыздар, адам баласының арасындағы мәміле болып отыр. Сосын Алла Тағала қайтадан сұрайды. Ин ағтойтукаха, егер мен саған осы ағашты берсем, жақындатсам, хәл тәсәлуни ғайраха, бұдан кейін ештеңке сұрамайсың ба дейді. Сұрамайым Раббым дейді. Сөйтіп серт алып ағашқа қарай жақындатқан кезде ағаштың көлеңкесінде су, тозақ алыстады. Бір жақсылыққа қарай келатыр адам.
Өстіп тұрған кезде Алла Тағала келесі ағашты шығарады екен ар жақтан. Турфағу шажаратун ахсану минха. Бұдан да жақсырақ бір ағаш шығып кетті дейді ана жерде. Енді сол жаққа қарайды, сертті еске алады дейді. Пайғамбар сосын айтады. Сол сертті еске алып, сосын я Робби деп басын төмен салбыратып, аднини минха, жақындатшы мені мына ағашқа Раббым. Көлеңкесіне көлеңкелейін, суынан ішейін деп. Пайғамбарымыз негізі осы хадисті айтып отырып, өзі күліп отыр. Жаңағы өйткені адам баласы табиғаты болып отыр ғой енді. Сосын пайғамбарымыз күлген да. Ибн Масудтың өзі айтқан, күліп, менен сұрамайсыңдар ма неге күліп отырмын дегендей. Өйткені пайғамбарымыз күлген дейді, осыны айтып. Сөйтіп жаңағы ағаштың қасына Алла Тағала қайтаран жеткізеді оны. О жақтан да айтады, енді ештеңке сұрамаймын деп. Өстіп тұрған кезде Алла Тағала үшінші ағашты шығарады ғой ар жақтан. Шажаратан ахсану минал улаяйни. Мына екі ағаштан да әдемі. Айнда бәбил жанна. Жәннаттың тура есігінің алдында тұр дейді. Есік ашық жатыр. Сонымен алдымен ағаш көрінеді ғой. Қасына барған кезде жәннат көрініп кетеді да. Сосын енді сол ағашты сұрайды. Робби деп. Аднини мин хазихи шажара. Раббым осы ағашқа жақындатшы мені. Көлеңкелейінші, көлеңкесіне барып, суынан ішейінші Раббым. Ей адам баласы, сен сертіңді бұза бердің ғой қайта-қайта. Сен айтып едің ғой, енді еш нәрсе сұрамаймын деп, егер мынаны берсең болды деп. Раббым, хазихи, Раббым тек мынау, сертім бар, бірақ тек мынаны сұрайым, Раббым дейді екен да. Егер де бұны берсем, одан кейін ештеңке сұрамайсың ғой дейді. Раббым, одан кейін ештеңке сұрамайым дейді. Сөйтіп жаңағы үшінші ағаштың қасына келген кезде енді қайтып сұрамасын, жәннаттың есігі ашық жатыр. Айндама жаңағы юднихиллаху мин хазихи шажара. Алла Тағала сол ағашқа қарай жақындатқан кезде ағаштың өзі емес, есік, жәннаттың есігі ашық жатыр ғой. Руа бахжатаха дейді. Жәннаттың құлпырған бейнесін көрді дейді. Қараңыздар. Надратаха, не деген керемет нәрсе мынау. Сурур, қуаныштар, адам сипаттап бере алмайды. Уасамиға асуата ахлил жанна. Ар жақтағы жәннаттықтардың дауыстары естіліп отыр дейді. Анаған қызыққан кезде пайғамбарымыз айтады, саката дейді, бірақ үндемеді дейді. Жаңағы серттерді ойлап отыр ғой. Саката, маша Алла. Алла қалағанша үндемеді дейді. Сосын Алла Тағала жағында сөйлетеді ғой енді, адам баласы болғаннан кейін. Сонымен Робби деп қайта бастайды. Раббым, адхилнил жанна, жәннатқа кіргізші мені Раббым деп. Я ибн Адам, ма ағдарака, ей адам баласы, неге сертіңді бұза бересің сен қайта-қайта? Өстіп тұрған кезінде сөз табады ғой адам баласы. Алла Тағала баянды үйреткеннен кейін сөйтіп айтады екен. Ла таджғални ашқа халқика деп айтады екен. Я Раббым, жалғыз мені осы жерде тұрған кезімде мына жаратқан нәрселердің ішіндегі ең бақытсызы қылмасашы мені деп айтады екен. Осы жерде пайғамбарымыз күледі да. Осындай оқиғамен сөйтіп Алла Тағала оны кіргізіп жәннатқа айтады, кіре ғой онда дейді. Сон кірген кезде жаңағы адам баласының бойындағы ұяты деген сипаттар болады ғой. Сон кіреді, бірақ Алла Тағала пайғамбарымыз салсам айтады, юхойялу лаху аннал жанната мал'a. Алла Тағала оны кіргізген кезде оған солай көрсетеді, жәннатта орын жоқ сияқты болған. Шығып кетеді екен ол. Ей құлым, неге шығып кеттің сен? Раббым, толып тұр ғой. Адхилил жанна, кір бар. Кіреді екен, қайтадан жаңа толып тұрған бейнені көрсетеді екен Алла Тағала. Раббым, мынау толып тұр деп. Сұрасаш менен дейді. Сол жәннатқа кіріп, Раббым деп, жәннатқа кіріп Раббысынан сұрайды жаңағы нәрсені. Соны кіргізіп, қайтадан толып тұрған бейнеде көрінеді анау. Сөйтіп осылай тұрған кезде Алла Тағала оған айтады. Аюрдика, риза боласың ба сен дейді. Лау ағтойтука мислет дуния. Ана дүниені білесің ғой дейді, өмірдегі дүние тіршілігі. Жердің беті ғой күллісі мынау. Соны айтады. Сол дүниенің көлеміндей жәннат бере салсам саған.
ризасың ба дейді екен. Сосын Алланың рахымы ар жағында жалғасып жатыр. Ва ашарату амсалиха маха. Онымен бірге тағы сондай 10-ын атадым дейді саған. Сонда анау кісі деген енді ескеткен, я Раббым деп сөзді кішкене бір бұзып алады, андай немен қуаныштан айтылып қалады да сондай сөз. Сонда аттастахсиу минни, Раббым маған күлгенің ба деп айтып қалады дейді. Сен әлемдердің Раббысың ғой, Раббым деп тұрған кезде Алла тағала айтады екен, ла астахзиу минка, мен ешқашан күлмеймін саған дейді. Жаңағындай мазақ қылып деген нәрсе. Валакин алама ашау қадир, бірақ мен егер бір нәрсені қаласам дейді, менің құдіретім жетеді дейді оны іске асыруға. Саған соның 10-ы болсын деп, фаятхулул жанна, сөйтіп жәннатқа кіріп кетеді екен да, Алла тағала айтады екен, енді тәмәнна дейді екен. Дүниені жасау керек қой енді. Жердің бетіндегі дүниеде қазір ол жәннатты бейнелей алмайды ғой. Осындай бір көлемді бергеннен кейін айтады екен, енді армандарыңды айта бер дейді маған. Сосын армандайды дейді, арман жеткенге дейін анау болса, мынау болса, анау болса, мынау болса деп Алла тағала жасап жатыр жаңағын бәрін. Сосын инқатават умниятуху, сөйтіп жаңа армандары тоқтады дейді бір кезде. Сосын Алла тағала юзаккируку роббуху, Алла тағала қараңыздар рахымы, Алла тағала есіне түсіріп, мынадан сұрасашы деп айтады екен. Раббым онда сол, мынадан сұрасашы деп айтады дейді. Міне, бұл жағдайды енді адамның ең қуанышты сәті ғой. Сіз жаңағы кісінің сол өмірдегі, сол осыдан сұрасашы деп айтады екен. Мынадан сұрашы деп Алла тағала өзі оған қажеттіліктерін бәрін жеп береді екен да. Міне. Осындай жағдай болып, сосын сондай адамдар, тозақтан шығарылған адамдардың барлығына қатысты Аллах тағала андай нәрсені жәннатқа кіргізіп қойғаннан кейін айтады екен. Ва инди лакум афдалу мин залика. Сөзсіз менің қасымда сендер үшін бұдан да абзал нәрсе бар дейді екен. Сонда айю шейин афдалу мин залика. Я Раббымыз, мынадан абзал қандай нәрсе болуы мүмкін дейді. Сонда Алла тағала айтады екен, ридоя, менің разылығым. Өйткені анау нәрсе жағыға айтып тұр ғой, тозақ деген әділеттілік деп, рахымдылық. Сонда Алла тағала сол сипатын таныстырады. Менің разылығым дейді сендерге сыйлағалы тұрған. Ол разылық деген не деген кезде, ла асхаду алейкум абадан бағдаға, сендерге ешқашан ашуланбаймын. Осындай дәрежеде болады екен да бұл жәннатпен аяқталу деген мәселелер.